Адам да сондай қарапайым бола береді екен, Алла оны не істейді? Көтере береді. Таңдайсып шықтың ба, бірден түсіріп тастайды Алла тағала. Ұшырып түсіреді бірден. Өзінше болып шықтың ба, болды, жақында бітетіндігі, өлетін балам олаға жүгіреді дейді ғой. Жыртылып жүрген біреуді көрдің ба, болды, ол жақында тынады ол. Қатты кетіп баратыр ма, біле бер, болды, құлайды ол. Жоқ, қандай төмен жоғары болсаң да, төменділіктен істе, ұстап отыр қарапайым. Дәреже өйткені мәртебе қарапайымдылықта жасырған дейді. Адамдар оны деп іздейді дейді, таба алмайды дейді. Осыны біліп қойыңыздар. Қараңыздар, міне, тоқтамай егер әке шешеңе дұға қыла беретін болсаң, дүниеден өтіп кеткен кезде, Алла әке шешеңнің мәртебесін пайғамбарлардың мәртебесіне дейін көтереді деген, ал керек болатын болса. Жәннатта 100 дәреже бар ғой, білесіздер. Ана 100-ге дейін апарады екен Алла тағала. Ана пенде өзі түсінбейді, неге көтеріп баратқан. Жәннатта да сол сұрайды ғой енді біздің, "Чота, неге көтеріп барадық?" деген сияқты. Қатты биікке кеттік қой жәннаттың деген сияқты. Сонда Алла тағала айтады дейді, ұрпағыңның тоқтатпай үздіксіз қылған дұғасының арқасында осылай сені көтердік деп айтады. Ана қараңыздар. Әке шешең ырза болады ғой жәннатта саған. Тоқтамай үздіксіз дұға қылатын болса.